Қаншадай өзін ұстаған қаралмас көзді бал ерін, басынан құста ұшпаған бұл өскен асқақ жан едің. Қароқа ұқсап бұрымың жарқылдап әрбір талы да, жарасып әрбір қылығың жараспай пенде жаныңа. Көңілің балқып тәттенмен, кірпігің қасың дірілдеп, өтушең жасыл бақтармен өтушең шалқи күлімдеп. Жадымда қалды жатталып, бек әсем қызыл көйлегің. Күлуге сонда шақ қалып, қасыңды керіп сөйлеуің. Жыр болсын басқан ізіңде, аңыз боп атың әдемі. Тәкаппар аппақ жүзіңде, тарыдай бір мен бар еді. Жаныма бір мұң жетті де, жабығып өтті уақытым. Тарыдай меңді кетті ме, таба алмай жүрген бақытым. Сонау жасық, сонау отты кезімнен, күнім бар ма, сен ойламай көзілген. Соным үшін шошындым мен басқадан, соным үшін шошындым мен өзімнен. Бұл өмірде үлгерген қызықтардан, осынығы үлгергем. Барлық әйел, бірақ әйел болса егер, онда несін ақын болып жүрмін мен. Жолын таппай, жаралап бір сыңар қыз, оны да біз алдарғатқан шығармыз. Біз сүймесек, сүйсеміз неліктен? Біз неліктен ғашық емес, құмармыз. Сүймесек те, сүйеміз де бұлжырап, қасақана өп өтірік тұнжырап, қанша адамды алдаймыз бір өмірде, қанша сәби сондықтан да жүр жылап. Екеуміз екідай жолды өттік, өрлерге жетелеп от кеуде. Көп жанға дарыған сергектік, о Ләйлә, емге де жоқ менде. Сонда да сен үшін көнемде. Бұл басқа қилы бір бақ қонса, мен жылап жазған бұл өлеңге, күлді жұрт ішегі қатқанша. Күлді жұрт, қосыла күлдім мен. Ереген секілді жекемін. Сол жолы күлдім мен, білдім мен, қайғың да қуаныш екенін. Ешкімге мұндай мінез берілмеген, күнімен көптен бері көрінбеген. Ойымда ештеңе жоқ, жатыр едім нағашымның төрінде мен. Үстіне артылған соң дара білек, шанақта бір оқшау күй барады деп. Төр, бөлме, бір кездері әжем кірді, бесінім қаза болып барады деп. Мұратқа соны менен жеттім екен, бір тілде күбір лебап кетті бөтен. Сел кеттім, не деп кетті, сөйтсем әжем, Ләйлә илаллы деп тұр екен. Онсыз да жойылса да санас күні, сүреге ұйый қалды сабаз мұна. Өлеңне ішіңде атың бар болған соң, оқығым келіп кетті намазды да. Кермиығым, мен сені кеш аңсадым. Қанша мәрет тоқтады десең жәнім, ендәулеттен айырылған сияқтанам. Еске түссе, ессіз мұң, есер шағым. Жұтқызбаған жұпарын жалбыз едің жанымның, жалғыз едің. Кербез күшпен келдің де билеп алдың жанымның жанды жерін. Сенің бейнең өңге бір, түске бір кеп, диваналық жолдарға түскенім көп. Таусылған соң амалым, тұрамылғи, тағы да бір қиғылық істегім кеп. Іздеген соң, іздегенім сен болсаң, таптым қайғы, ондай жалында байыздап бақ тұрмайды. Менің жолым қыңыр болғанымен, бақыт үшін ешқашан таптырмайды. Өзі жайлы ойланғасын туғалы, өлең жолы болғандықтан қуғалы, өмір жайлы ойламайтын ақын аз, ойламайтын өлімі де туралы. Армансыз жан көгереме, көктейме, көз алдында жүрген мынау көп бейне. Ақынымыз, ардағымыз кетті деп, ойланады жылар мекен деп кейде. Сапарына аттанғанда ақырғы, жоғалттық деп қайтатума сақынды. Қабіріме қандай белгі қоядел, қай көшеге береді деп атымды. Қайтқамым жоқ, қайда жүрсем бір беттен, жоқ мен өмір жөкейдеткен, дүрдеткен. Дәметпеймін мен ешқандай жоқтаудан, дәметпеймін мен ешқандай құрметтен.
кетер күнім, келер олдағы, бір қаралы шеру шығар жолғалы. Сол бір кезде жан баласы жыламай, Ләйла жалғыз, сен өксісең болғаны. Жұмағұл Шора азансап қойылғаны. Мейірімін анам қосып ойындағы Жұматай атап кетті. Кейін қыздар сол атты керемет деп мойындады. Жарық дүниенің жамалына келгенде азансап Жұмағұл Шора деп ат қойған ақын қазақтың руханиятында, қазақ әдебиетінде жыр қағаны Жұматай деген аңызға айналды. Біз бүгін сол аңыз кейіпкерімен рухани кездеспекпіз, рухани сырласпақпыз. Жыр қағанатын құрып кеткен ақынның екінші жыр ғұмыры өзі сүйген қазақ халқымен, өздеріңіздей ізбасар ұрпағымен жасай беретіні ақиқат. Қадірлі көрермен, қадірлі қонақтар, бүгін біз Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті мен Жетісудың жеріндегі Талдықорған төріндегі жанр әдеби клубының бірлескен жобасына келіп отырмыз. Біз жобаны ақынға құрмет ретінде Жұматай Жақыпбайдың 80 жылдығынан бастап отырмыз. Жыр қағанының 80 жылдық мерейтойы жыр құлагері Ильястың шаңырағында өтіп жатуының өзі бір рухани үндестік. Ендеше баршаңызға бүгінгі кештен бір әдемі әсер, рухани азық, санамызға жақсы бір сілкініс жасайтын жақсы демалыс алып қайтамыз деген сенімдемін. Осынау киелі шаңырақты өздеріңіздей жастарды қанаттандырып отырғандықтан осы білім ордасының иесі ретінде әлбетте қонағымызды құрметтеп қарсы алу үшін осы шаңырақтың атынан бір лебіз білдірейік. Гуманитарлық факультетінің деканы Ержан Олжабайұлы, сізді сахнаға шақырамыз. Бүгінгі ақын кешін құтты болсын деп, қонағымызға қош келдің деп лебізімізді білдіріп бастасақ. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, қадірлі оқытушылар, студенттер. Сіздерді бүгінгі Жетісу өңірінің білім ордасының қара шаңырағы Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіне қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Жер жанат Жетісуда әнші, жырау, би шешендер көптеп өмірге келген. Солардың арғысына бармасақ, Қабілиса жыраудан бері қарай, одан кейін Ильяс Жансүгіров және бүгінгі өзіміз 80 жылдығын атап өтейін деп отырған Жұматай Жақыпбаевтар бар. Осы ақындарды насихаттау мақсатындағы бүгінгі әдеби кеште біз студенттерге, оқытушыларға бір рухани тұрғыда үлкен жан дүниесі байып қалады деген оймен осыны бірлесіп жанр әдеби клубымен өткізіп отырмыз. Сондықтан бұл болашақта да өз жалғасын табады деп сенімдеміз. Екінші, ақиық ақын Төлеген Айбергенов айтқандай, мен бүгін сонау көгілдір көлге сағынып ұшып барамын, бірге қақ қанат қасымнан қалма, сағынып көрген қарағым. Жалғасын сен айт, бұл асқақ әннің жабылып кетсем мен егер, ғұлама жылдар судырлатқанда парағын деп айтып кеткендей, бұл ақын ағаларымыз сіздерге арналады. Себебі Жұматай Жақыпбаевтың мұрасын ізін жалғастырып келе жатсыздар, және біздің қазақ тілі әдебиеті мен журналистикаға түскен студенттеріміз де осы қадамға алғашқы аяқтарын басуда. Сондықтан бүгінгі әдеби кешіміз әдебиет руханият тұрғысынан мол сабақ береді деп сенемін. Жұмыстарыңызға сәттілік. Бұл аты лекция болғанымен формасы еркін, форматы еркін. Әңгіменің барысында қай жерден болмасын тоқтатып, дәріскерді қай жерден болмасын сұрақ қойсаңыздар да болады. Себебі қазір мен айтарымды айтып болғаннан кейін сіздер соңына таман сауал қойған кезде айтып кеткен дүниені қайталап жатуға тура келеді. Сондықтан
қазіргі заманауи лекциялардың үлгісімен креативті нұсқада жасап көрейік әңгімемізді. Ең алдымен жаңа Жұматай досым жақсы бастап берді. Жұматай қалай жырқағаны атанды. Және менің Жұматай тануым неден басталды? Ең алдымен мен Алматыдағы нөмірі 2-ші қазақ тілі әдебиетін тереңдететін мектеп-интернаттың түлегімін. Сол интернаттың қабырғасында жүрген кезде, жазғы демалыс кезі деймін, жазғы демалыс кезінде болса керек, қазақ басылымдарының біреуіне Ғұныстан калейдоскоп деген 4 шумақ қана өлең шықты. Авторын білмейтін едім о кезде. Сонда бірінші шумағы жадымда жатталып қалды. Бір оқығаннан: Дахлияның суашы шұбаты балдай, жорыққа мінсең жалтарғыш құраты қандай, қылышы өткір ұлыстың қызы да өткір, сүймейді сені алдымен жылатып алмай. Кәдімгі жүрекке жетті. Бір шумағы ғана. Ары қарай кәдімгі құштарлықпен оқыдым. Одан кейін авторын қарадым, Жұматай Жақыпбаев. Сол сәттен бастап поэзияға деген құштарлық, әдебиетке деген құштарлық басталды. Жалпы сосын Жұматаймен ауыру басталды. Мен 12 жасымда алғаш түртіп жазып жүрген бала болатынмын, бірақ өзімнің болашақта ақын болатынымды және қай бағытта жазатынымды айқындап берген шумақ болды. Осы шумақтың ізімен мен Жұматай поэзиясымен кәдімгідей қызығушылықпен, үлкен қызығушылықпен айналыстым. Содан кейін Жұматайдың сол көз тірісінде жарыққа шыққан 3 жинағы ғана бар ғой, пышақтың қырындай ғана. Мынау соның екіншісі. Саратан бар, Ләйлә бар, Шұғынық гүлдің төркіні бар. Өзі дүниеден озғаннан кейін шыққан көктемгі хаттары бар. Енді кезек күттірмей тұрған мәселенің біреуі, біз қазір соны қолға алып жатырмыз, Жұматай шығармаларының толық жинағы. Бұл академиялық жинақ шығу керек, бұл оқырманның қолында болуы керек. Біз Жұматай екеуміз Абай атындағы университеттің филология факультетіне түстік 93 жылы. Сол жылдан бастап мен 3 жыл оқыдым сол университеттің қабырғасында экстернат деген үлгімен. 3 жыл бойы курстық жұмыстарымның тақырыбы Жұматай шығармашылығы болды. Бір жылы Жұматай шығармашылығының көркемдік ерекшелігі болса, келесі жылы Жұматай шығармашылығының лексика-этимологиялық ерекшеліктері, одан кейін Жұматай поэзиясы және әлем әдебиеті. Бұл менің дипломдық жұмысым болды. Кейін әрине Жұматай тақырыбына жазған ағаларымыздың мақалалары, эсселері, зерттеулері аз емес. Әсіресе бұл тақырыпта сол қағанаттың мүшелері, Жұматайдың нояндары көбірек жазды. Мейірхан Ағдәулетұлы ағамыз жазды, Байбота Қошым Ноғай жазды, Гүлнар Салықбай жазды, Бағдат Телтаевтың, Бауыржан Жақыптың жазғандары есімізде, бірақ ең көп зерттеген, ең тереңірек барған бір монографияның жүгін көтеретіндей трактат жазып кеткен бұл Әуезхан Қодар болатын. Әуезхан Қодардың өзі дүниеден озарының алдында 2016 жылға айтты ғой кісі. Сол дүниеден озарының алдында 2015 жылы Жұматай және Катул деген үлкен еңбегі жарық көрді. Мына Катул Европадағы жұмбақ тұлғалардың біреуі есептеледі. Сонда Әуезхан жаңағы еңбегін мынадай сөйлемнен бастайды. Катул поэзияны автордың, ақынның өзін сезіну дәрежесі деп таныған дейді. Жұматайда осы күй бар дейді. Бүгін міне сахнада жаңа іні қарындастарымыз алтауы бірдей өлең оқыды. Қандай өлеңдер оқыды? Көбіне көп 4 өлең Жұматайдың Ләйләға арнаулары. Екеуі тағы да Жұматайдың басқа лирикалық туындыларынан үзінділер оқылды. Толық оқылған жоқ.
көбіне көп бүгінгі қазақ оқырманы, бүгінгі Жұматай танып келе жатқан, жаңадан танып жатқан жастар Жұматайды лирик ақын деп біледі. Лирик ақын деп біледі. Әуесхан Қодар осы ұғымды терістейді. Және мен онымен толық келісем. Себебі Ләйла образы, Жұматайдың лирикалық шығармалары бұл бір қыры ғана. Бір ғана белес Жұматай шығармашылығындағы. Жұматай шығармашылығындағы ең күрделі кезең, ең ауыр артиллерия дейміз ғой, бұл қай майданда болсын ауыр артиллерияның бір көтеретін жүгі болады ғой. Сондай бір күрделі тұсы Жұматайдың тарихи философиялық туындылары. Жаңа радиода сұхбат бердік, сұхбат кезінде журналистің тарапынан мынандай сұрақ болды. Жұматайды сіз сонда тарихшы деп танисыз ба, оны немен дәлелдей аласыз дейді. Жұматайдың ерекшелігі, әрине тарихи тақырыпқа жазған бізде авторлар көп қой, әсіресе жазушылардың ішінде көп, ақындардың ішінде некен саяқ баратындары. Белгілі бір кейіпкерді алып, белгілі бір тарихи оқиғаны алып, соған бір дастан, поэма арнау көп әрине ол. Ал енді бір шығармашылығының тұтас бір бөлігін соған бағыттау, өзінің әр шығармасының ішінде көркемдік құралы ретінде, әдеби әдіс тәсіл ретінде қолдану Жұматайдың деңгейіне, ол қолдануды жеткізген Жұматайдың деңгейінде ондай ақын жоқ. Жазушылардың ішінде Әнуар Әлімжановты алайық, кешегі дүниеден озған Мұхтар Мағауинді алайық, Ілияс Есенберлинді алайық, Әбіш Кекілбаевты алайық, қай-қайсында болсын тарихты әдеби туындыға айналдырып және нанымды, сенімді қылып, өз дәрежесінде шебер жеткізген оқырманға. Жұматайдың ерекшелігі белгілі бір тарихи оқиғаны ғана емес, белгілі бір тарихи кейіпкерді ғана емес, әрбір жолды, әрбір тармақты тарихпен байланыстырып отыратындығында. Бұл бір. Екінші бір қыры, көбіне көп Жұматай кейіпкердің атын атамайды. Бірақ сіз кейіпкерді танып отырасыз. Олжас туралы өлеңі. Қалай деп ағам қарадым аспанға кілең, бағасын жұлдыз көрсетті бас бармағымен. Қасоққа әкеп береді балықпен суын, іле өзені Қытайдан басталғанымен. Олжастың аты аталмайды, бірақ сіз Олжасты танып отырасыз. Олжас орысша жазады, бірақ Олжастың жазғаны қазақпен, даламен, қазақтың тарихымен, қазақтың руханиятымен тығыз байланысты дүниелер. Сіз танып отырасыз. Я болмаса ғұндардың жүрегі. Вокзалға қарай бұл елді кім бөріктірді? Мәуленбаш шыңдардың құшағын гүл көміп тұрды. Бақтияр еділ киетін сусар бөрікпен Күржістанға керікқас құн келіп кірді дейді. Енді осы өлеңнің ары қарай тыңдап көрейік. Бейдейді. Суалды бір сәт ақынның суалмас ұртын, Мәжнүнді мұнда ешқандай туалмас ұлтың, айгүмістерді алторап алатын ару, Күржінің қызай ондай жан туарма шіркін дейді. Көктен де қара көзіме, жерден де қара, өлмедім әрең өзіңді көргенде, мана сүйемін дейді, отымен, нұрымен барлық, ғұн қалқам ғашық болмайды өлгенде ғана. Жамбыл ғой. Ал енді осы өлеңді толық оқып бітпей, соны Жамбылды танымаймыз біз. Жамбылдың аты бір жерде аталмайды. Біраған жерде өлеңді оқып біткеннен кейін әдебиеттен, жалпы тарихтан сәл-пәл хабары бар адам, оған бір білгір маман болудың да қажеті жоқ. Сіз о жерден Жамбылды да танисыз, сіз о жерден Суликоны да тауып аласыз, Айгүмісті да танисыз. О жерде аты аталатын бір адам Сталин. Және оны Жамбыл атамызға боқтатқан кезде, балағаттаған кезде, қыза келгенде қызыңды көп нүкте Сталин деп кіретін ол Кремльге де дейді. Сол жерде ғана аталады. Ал енді о жерде сол бүкіл кеңестер одағының жазушылар үйімін басқарып отырған Леонид Соболевті жылатып қояды. Орысты құлы ордадан осында келген шайырдың көзіне жас алдырды дейді ғой. Сондағы мысалы Жамбылдың образын сол ғұнның шалы Жамбыл екенін біз білмейміз мысалы.
Ал егер сіз анаған кәдімгі ден қойып оқитын болсаңыз, түбі түсінесіз. Екейлік ғұндардың шалы дейді. Енді осы екейліктен де Жұматайда жалпы бұндай дүниелер өте көп. Қос мағына беру. Бір ұғымға бірнеше мағынаны сыйдырып жіберу. Анау Эллиндардың заманындағы, көне Страбондардың, Геродоттардың заманындағы экея мен шапыраштының екейін әкеліп жалғастырып қояды. Екейдің 50 ақын 80 бақсысы ме дәмірағы? Соған әкеліп тіреп тастайды мысалы. Жаңағы осы әңгімеміздің басындағы айтқан Дахлияны да. Мысалы, сондағы Дахлияның суашы шұбаты балдай. Енді ол қай Дахлия? Бұл ұғым қайдан келді? Ізденеміз ғой. Ары қарай ізденеміз, ізденістердің барлығы бізді тағы да сол көне тарихқа алып келеді. Эллиндардың, Элладаның заманын алып келеді. Сол кездегі Птоломейдің, Страбонның, Геродоттың жазбаларында, Эвклидтардың жазбаларында Дахлия бүгінгі Қазақстанның Маңғыстау түбегі, Үшқиян. Яғни адайлар сол заманда да белгілі болған, адайлардың гректердің жазбаларындағы атауы Дахтар. Яғни адай жері. Енді Дахлияның орнына адайларды қойып көрейік, мысалы. Мысалы Маңғыстау деп айта салайық. Маңғыстаудың суашы шұбаты балдай. Өтірік пе? Тура солай. Жорыққа мінсең жалтарғыш құратығандай. Адай жылқысы, Мұғалжар жылқысы, Қостанай жылқысы. Қазақтың бренді. Қылышы өткір, ұлыстың қызы да өткір, сүймейді сені алдымен жылатып алмай. Енді адайдан қыз алған адам оны біледі. Мен өз тәжірибемден білем. Шынымен, енді бұл айтып отырмын ғой, Жұматайдың шығармашылығы менің шығармашылық жолымның, менің ғылыми жолымның қалыптасуына ғана емес, менің өміріме де тікелей ықпал етті. Мен ақыры сол Адайстанның күйеу баласы болып тындым. Екеуміздің арамызда бір келісімдер бар негізі. Ары қарай жалғастыра берейік. Енді бұндай тіркестер Жұматай шығармашылығында көптен көп кезігеді. Бұның барлығының өзіндік бір себептері бар. Кеңестер заманы көп нәрсеге тыйым салынған, көп нәрсеге табу қойылған. Бірақ соған қарамастан өзінің замандастарына, өсіп келе жатқан өрендерге белгілі бір дәрежеде рухани азық болатындай, өткенімізді ұмытпайтындай, салт дәстүрімізді, жөн жоралғымызды, жүріп өткен тарихи жолдарымызды, біздің руханиятымыздың қалың қатпарларын сіңірудің тәсілдерін іздейді шығармашылық адамы. Жұматай сол ізденістердің шыңына жеткен адам. Қанша жыл кітапханадағы отырған кезеңдер өзінің жемісін берді. Жұматайдың ізденістері оны батыс философиясына да, шығыс әдебиетіне де барлығына апарды. Бірақ айналып келген кезде Жұматай бүкіл дүниелерді біздің қазақы дүниетанымға келіп байланыстырып отырды. Жақсы көрген, сүйсінген тұстарын қазақтың қайраткер ұлдарының атымен байланыстырар еді. Мысалы, Жұматайға разы болды делік. Байбақты сырым батырда батасым беріп, кенеған күрең арғымақ мінгізер еді дейді. Тура солардың заманында өмір сүріп жатқандайсыз, тура солардың алдында тұрғандайсыз, тура сол сәттерді басыңыздан өткеріп жатқандайсыз. Немесе анау алыстағы Кишинев, Молдованың астанасынан келген Людмила Скобецкий. Бір көрді, Жұматай сондай адам, зымыран, сезімі деген лап еткен от, жанартау ғой. Бір көрді Людмила Скобецкийді, көзінен от жалт етті, жүрегінде бір жанартау оянды. Людмила Скобецкийға сүйдім сені ақынша дейді ғой, сүйдім сені ақынша дейді. Бұл Львовтегі поэзия фестивалі. 70, егер қателеспесем, 73 жыл. 73 жыл, Жұматай 28 жаста. Дер шағы ғой. Қыздардың бәрі қызығатындай және үлкен сымбат иесі ғой. Мынау қазақтың азаматы, мынау қазақтың жігіті деп ұялмай кім-кімге де көрсететіндей түр тұлғаның иесі ғой. Сымбаты келіскен және билингва ақын. Ол заманда билингва ақын деген ұғым жоқ, ондай термин жоқ. Ол кісі қазақ тілінде де жазады, орыс тілінде де жазады. Әрине қыздар қызығады.
Анау Молдовадан келген Людмила Скобецкий бір көрді, ғашық болды Жұматайға. Жұматай сонда айтады, сүйдім сені ақынша дейді. Сені көріп түркі қағанатынша атпай шаппай менекіге бөліндім дейді. Қараңызшы. Ана тура сол сәттегі ақынның өзінің кешіріп отырған күйін тағы да біздің тарихымыздағы белгілі бір кезеңмен байланыстырады. Түркі қағанатының өзінің шарықтау шегіне жетіп, апогейіне жетіп, құлап бөлініп, екіге айырылатын тұсы батыс түрік, шығыс түрік болып, тура сол сезіммен Ләйліге ғашық болып жүрген Жұматай Людмиланы кезіктірді да, тура екіге ыдыраған, құлдыраған түркі қағанатына айналды. Қандай дәл образ. Және ондай образдарды, ондай шендестіруді, ондай әдеби тәсілді о кезде әдебиетте әлі ешкім қолданбайтын. Өзі жанындай жақсы көрген, бауырынан артық қойған кей тұстары, ағасын айырбастап жеруге дайын болған Кене Жиреннің бағасын қалай береді? Молда мінсе дұғасынан тастамас. Қос моторлы самолетке баспа-бас айырбастамас атым еді, қайтейін дейді. Бұл қай тұста айтады? Ағасы Шора Кене Жиренді саудаға салып жүрген кезде, сол кезде айтады, жұрт ағасын айырбастай бастаса, шөке сөніп өткізерем алдымен дейді. Әбден зас өтіп кетіп тұр ғой енді. Шынымен, қимайтындай ағат қой. Анандай бауырды қиып жеруге болады, бірақ анандай сәйгүлікті емес. Қандай теңеу, қандай шендестіру, қараңызшы. Молда мінсе дұғасынан тастамас. Қос моторлы самолетке баспа-бас айырбастамас атым еді, қайтейін дейді. Жұматайдың екі сөзінің бірінде әулиелік жатыр десем артық айтқандық емес. Жалпы әрине қазақ өзі тумысынан өлеңші халық, тумысынан жырғұмар халық. Біздің әдебиетіміз о баста поэзиямен басталған, бүгінде поэзиямен жасап келе жатқан әдебиет. Енді Жұматай сол ақын халықтың ішіндегі феномен, құбылыс тұлға. Бұндай ақындар болады, тәңіріне, таңдайына тәңірдің өзі салып тұрады. Белгілі бір тіркестерді, белгілі бір тармақтарды. Ол өзі түсінбеуі де, түйсінбеуі де мүмкін, сол сәтте не айтқанын. Бірақ уақыт өза келе, бұл соның бір әулиелік екенін біз кейін ұрпақ сезінеміз. 78-ші жылы жазылған, 79-ші жылғы Саратанға енген бір шумақты қараңыз. Қойшығара Салғаринға арналған 4 шумақтан тұратын өлең, кәдімгідей тура солай аталады. Қойшығараға хат. Салғарин тарихшы. Салғаринға жазып отырған ақын бауыры былай дейді. Қағазы бар жұрттың бәрі көріп кел. Көріп келдің кешелігін сөгіп көр. Сәлделілер өтірікті бөскенде, жебе салмай қала дертең бөріктел дейді. Қызық е? Сәлделілер өтірікті бөскенде, жебе салмай қала дертең бөріктел дейді. Тура сол кезде Қаражер Ғабар айтпасын, кешегі Ратбек қажылардың Каирдан диплом алып келіп жатқан кезде, Әбсаттар қажы Дербісәлілердің жаңағы Меккеден қағаз алып келіп жатқан кезде, Тегеран, Исламабадтан бір жылымық кезең ғой. Брежневтің уақыты жылымық кезең, шетелден оқып, жаңағы әрине КГБ-ның қадағалауымен алғашқы арабтанушылар, алғашқы теологтардың біздің елге келіп жатқан кезеңі. Солармен бір белгілі бір дискуссиялар, пікірталастар болса керек сол кезеңде, және солардың айтып жатқан сол кездегі әңгімелерін жырға, тілге тиек етеді жырында, ал енді бүгін сол шындыққа айналып отыр. Біздің күнделікті қолданатын тіркестеріміз де, тілдік оралымдарымыз да, сөздік қорымыз да, жөн жорғалығымыз да, әдеп ғұрпымыз да, салт дәстүріміз де бәрі арабтарсыз мүмкін емес екен. Сол Жұматай айтып отырған сәлделілердің сөзіне сенсек. Сосын біз қазақ болып, жалпы қора болып, соған сенуіміз керек екен. Жұматайдың айтып отырғаны сол.
сәлделілер өтіріктеп өскенде жіп есе алмай қалады ертең өріктел дейді. Бұл енді мен келтірген бір пара мысалдарым ғана. Енді жаңа журналист інімнің тарапынан мынандай сұрақ болды. Әдебиеттегі Ләйла образы мен өмірдегі Зайда бір адам ба дейді. Бір адам ба дейді. Енді ол журналист ініме ренжуге болмайды ешқандай, себебі бұл пікірді, бұл әрине абсурд пікір, бұл абсурд пікірді қоғамға теліп кеткен, оқырмандардың арасына таратып кеткен Есенғали Раушанов Жарықтықтың бір ауыз сөзі болатын. Өмірдегі Зайда, өлеңдегі Ләйла бір деп. Енді оның олай емес екен, мына алдыңғы қатарда отырған ағаларым біледі. Жұматайдың көзін көрген бұл кісілерді. Сондықтан бұл кісілер өтірік дегізбес, Ләйла бөлек, Зайда бөлек. Оның бөлек екенін дәлелдеймін мен қазір. Енді сол кезеңге тоқталайық. Жұматай өмірінің бұл белгілі бір белесі ғой. Ләйла алдымен, ең алдымен шатаспас үшін өмірде бар адам. Өмірде бар адам. Жұматай бірнеше рет көрген, Жұматайдың белгілі бір дәрежеде сезімдері болған, үлкен сезім болған, ол алапат сезім болған. Бірақ өлеңдегі Ләйла, ол Ләйладан бөлек Ләйла. Мен осындай тоқтамға келдім, және бұл туралы жазып жатырмын қазір. Ләйла ақынның ғашығы. Бірақ айтып отырмын ғой, Жұматай сондай ұшқыр сезім иесі, зымыран сезім иесі. Одан кейін де бірнеше қызға жолығады, одан кейін де бірнеше алапат сезімдерді бастан өткереді. Өлеңде соның барлығы Ләйланың атымен түсіп отырады. Бір ғана Ләйлаға арналған дүние емес анау. Жалпы әйел затының барлығы қамтылған. Әдемі сезімдердің барлығы қамтылған, махаббат құштарлықтың барлығы қамтылған, және сол күйге, сол ахуалға Ләйла деген ат берілген. Ләйла мен Жұматайдың тағдыры ешқашан тоғысқан жоқ, тоғысуға тиісті де емес еді. Екеуі екі бөлек менталитеттің, екі бөлек дүниетанымның, екі бөлек әлемнің адамдары. Ләйланың бүкіл өмірі Мәскеуде өтті, басқа адаммен тұрмыс құрды, басқа адамнан перзент сүйді. Жұматайдың өмірін енді сіздер білесіздер, Қазақстаннан тысқары шықпаған адам, бірді екілі жаңа поэзия мерекелеріне сыртқа шығып қайтқан болмаса, бір рет Ресейге, бір рет Украинаға. Одан басқа бұл кісі шетелге шықпаған. Енді ал Зайда енді өмірлік жары өзінің өзіне Айгүндей перзент сыйлаған аяулы жұбайы, екеуі екі бөлек. Бұл өлеңге қатысты. Енді күйге қатысты. Жұматайдан қалған 5 күйді білеміз ғой. Жұматайдың жұппасары бар, Қажытай бар, Кене жирен бар. Әдейі артын алып қалып отырым. Ең алғашқы екі күй Ләйла келген, Зайда көрген. Енді бұл жерде Ләйла келген, Зайда көрген деген кезде астын сызып тұрып ол кісі айтып отыр. Ләйланың бөлек тұлға екендігін, Зайданың бөлек адам екендігін. Жалпы Жұматайды кім деп тануымыз керек? Мәселе осында. Әрине, Жұматай ең алдымен ақын. Жұматай ең алдымен ақын. Бұл жерде терістеу деген дүние емес. Мен Жұматайдың лирик емес, тек қана лирик емес, Жұматайдың үлкен философ екендігін, Жұматайдың тарихшы екендігін, және қазақ дүние танымының және әлем әдебиетінің білгірі екендігін айтқым келіп отыр. Жалпы менің өзімнің де әлем әдебиетінің үлкен қорына бағыт алуыма себепкер болған осы Жұматайдың шығармашылығы. Жұматайдың поэзиясынан кімдерді ғана көрмейсіз? Анау Шекспирдің лирында көресіз, Гомердің кейіпкерлерінде Гектор мен Ахиллесті де көресіз, Мао Цзедун мен Гитлерді де жолықтырасыз, Да Винчи мен Джаконданы да жолықтырасыз, Джонатан Свифтті де көресіз, о жерден Тейлорды да көресіз, Диккенсті де көресіз. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл үлкен терең білімнің көрсеткіші.
белгілі бір сыншылар заманында айтқан, бүгінгі менің замандастарымның арасында да айтатыны бар, үлкен ауытқуға барды Жұматай. Өзінің білімін шығармашылығында көрсетуге тырысты, және сонымен дұрыс емес үлгі көрсетіп кетті дейді, қате үлгі көрсетіп кетті дейді. Енді онысымен кімді мегзеп отырғанын белгілі енді. Жұматайдан кейін олай жазған кім екені? Әуезхан солай жазды, Әмірхан солай жазды, Алаш Туған солай жазды. Яғни білімді, өзінің интеллектісін шығармашылығында ақын адам көрсетпеу керек дейді. Осындай да пікірлер бар. Егер ол жинаған білімің сенің әдебиеттегі құрал тәсіліңе жарамайтын болса, сенің айтар ойыңды жеткізуге салмақ үстей алмайтын болса, сенің айтқың келген дүниеңді жеткізетін ақпарат құралына айналмайтын болса, онда ол білімнің керегіне, онда не үшін жинаймыз ол? Егер сен оны оқырманыңа апармайтын болсаң, ол білімді өмір бойы не үшін жинадың? Соншама телегей теңіз кітаптарды не үшін ақтарып төңкердің? Не үшін көз майын тауыстың? Кітапханаларда өкпеңді қабындырдың? Мысалы, Жұматай сондай білім иесі. Лашын жеңгемізге қатысты айтатын жері күшті ғой. Оңбайды білем, оңбайды жеңгем, ағамның арақ шарабымен алысады келіп, Мао Цзэдундай торғайды жеңген дей ме? Керемет сурет қой, мысалы. Ал енді осы жерде ойланып қаласыз, қазақ оқырманы. Біз Мао Цзэдун түгіл күні кешегі кеңестік кезеңінің кейіпкерлерін де біле бермейді ғой қазіргі кейінгі буын. Лениннің кім оларға, Сталиннің кім? Жаңа менің қасымдағы көмекшім Жасұлан машиненің рөлінде келе жатыр, әне отыр өзі. Маған аға Куйбышев деген кім дейді маған. Мен айтам, мына жерде Кировскі деген аудан орталығы болған, мына жерде Қабан атамыздың ауылы, ол бұрын Куйбышев деп аталған сәм, ол кім дейді. Мысалы, сол сияқты да Мао Цзэдун кім? Енді сіз ана жолды оқығаннан кейін бірде ойланасыз ғой, мысалы, ол ой итермелейді ғой. Лашын жеңгеміз, шешеміз, Мұқағали әкеміздің арақ шарабымен алысқан екен. Ол алысқан кезде де ынты-шынтысымен кірісіп алысқан екен, білекті сыбанат тұрып, жаңағы Мао Цзэдундай торғаймен алысқан. Енді торғаймен алысып жүрген бұл кім болды екен деген ой келеді ғой. Содан кейін ізденесіз. Құдайға шүкір, ғаламторға кіресіз. Мао Цзэдун кім? Мәдени революцияның негізін қалаушы, Қытай Халық Республикасының коммунистік партиясының лидері, жәндіктермен, торғайлармен алысқан осындай деген ақпарат алады ғой енді. Ал егер Жұматайдың сол тармағы болмаса, ол бәлкім Мао Цзэдун оның өмірінде, жаңағы оқыған адамның өмірінде ешқай жерден жолықпауы да мүмкін. Ал Жұматайдың кезінде Google болған жоқ. Ал Жұматай оны қайдан тапты деген сұрақ туады, яғни оқуы, ізденгендігі, білімі. Жаңа сіз айтып отырған білім осы жерде көрінеді ғой. Біз енді өзі сұранып отыр, мен негіз айтпай кетейін деген осы бір тұсты, өзі сұранып отыр. Біз екінші курста оқыған жылдары біз 5-6 жабылып бір орыстың кемпірінің жертөлесін жалдадық. Талғат Кіршібаев бар, Нұрлан Жаутыков бар, Жұмағали бар, Жұматай бар, мен бар, Бағдат Дүйсенов бар. 6-7 өзіміз. Бәріміз қалам ұстап, қаламыздан қан қарая бастаған кезіміз, 2 бөлмелі жертөлені жалдаймыз. Енді ана жертөленің басқа жертөлелерден артық ештеңесі де жоқ. Сәл қымбаттау, 5-6 теңгеге қымбаттау, теңгенің құндырақ кезі. $1 4 теңге тұратын кезі ғой. Сол кезде жаңағын жалдап атқан себебіміз, жаңағы бір шифонер кітабы бар екен. Ана жертөленің. Бір шифонер кітабы бар екен, сол кітапқа қызығушылық. Біздің Жұматайлардың орысша хат танымайтын кездері. Менің жасайтын озбырлығым Әміре аға, тізе батыруым бұларға. Жаңағы күштеп, қинап кітап оқытам ғой. Орысша кітап оқытады. Орысша кітап. Еврей неміс тілінде жазған капиталмен, Карл Маркс деген Жойттың неміс тілінде жазған капиталының орыс тіліндегі аудармасымен Жұматай Оспанұлын оқытуды көз алдыңызға елестетіңізші. Міне сондай, сол жертөленің арқасында біздің жігіттердің кітапқа қызығушылығы
жаңағы орыс тілі арқылы болса да әлем әдебиетінің үздік үлгілерімен танысу кезеңі болды. Сол кезде мынау Жұматай өтірік айтқызбас сөз бергенбіз. Біз орыс тілінде әлем әдебиетін таныған соңғы буын боламыз деп. Біз әлем әдебиетін, ең құрғанда әлем поэзиясын келесі қазақ жастары тек қана қазақ тіліндегі аударма, үздік тәржіма арқылы танысады деп сөз берген болатынбыз, және осы күні біз соған жеттік. Қазір Жаһан жыры деген 3 томдық антология 140 мемлекеттің ең шандоз шайырларының шаққар шығармалары жинақталған, інжу маржаңдары жинақталған, қазір жарық көрді, және бұл осы бүкіл жоғарғы оқу орындарының филология, журналистика факультеттерінің қолында болады енді. Жалпы жастардың барлығының, Жұматайды білетін жастардың барлығында Ләйла деген ол кәдімгі өзінің қол жетпей кеткен Ләйла деп жүрміз ғой бәріміз. Бүкіл шығармасы, поэзиясы соған арналды деп жүрміз. Ал енді менің досым Ерекең басқалай тосын ақпарат берді. Кітаптағы Ләйла мен өмірдегі Ләйла бөлек дейді. Бұл да болашақта бір қызу пікірталас болатын шығар, шынымен де. Ал енді ардақты ағайындар, мына жерде Ереке бір әдемі қазақы бір үрдіс жасайық. Қазақта бата беру дейді ғой. Бата беру деген бір әдемі үрдіс бар. Бұл енді осы жерде ойланып, осы жерде жасалайын деп отырған дүние. Өйткені бізде осында Жәнібек деген ініміз бар. Бір талаптанып, қанаттанып келе жатқан бала. Қазақтың бата беру, бата алу бір үрдісін жасағанымыз келіп отыр. Ендеше Айзере. Қадыр Мырзали, туған жер ай күнімде, дінімде сен. Тағдыр сенде сүйесе сүрінбесем. Керек жоқ басқа тақ, басқа бұрой. Жетіп жатыр тек өзің күнімде сен. Туған жер ай тұрсаң болды көктеп кілең. Арманыңды асаудай еттеп мінем. Бағышталған өзіңе бір ауыр сөз, маған қарап атылған оқ деп білем. Қара сөзден өлең оңай деп жатады ғой. Өзі бұл менің қазір оқиын деп тұрған өлеңімнің өз шығу тарихы былай болды. Біз осы бірінші курсқа түсіп, дегенде журналистикаға келген кезде бір қоңыраудың арасында мен шыға қалдым бір. Мырзалықпен шықтым енді аудиториядан. Бір қызды көрем ғой. Жұматайға бір қызды көрем. Анау бірден лап айта қалады ғой маған ше. Тура Жұматайдың махаббаты ғой. Жұматай Жақыпбаевтың махаббаты ғой, лап айта қалды екен. Лап айта қалды, одан кейін бірден мен мынаның өлеңде атын атамайын мына қыздың танысқанда да дедім да, есті өлең деп ат қойдым ол қызға. Тура, Ереке, тура Жұматай сияқты атын атамайым дейді. Атын атамайым, есті өлең деп ат қойдым. Тағдырым қайда? Жазылған жырым, жазылған сырым қыстағы, қонбады аубаққа қиғулап келіп құстағы, кейіпкер болған жалынды жанды өлеңге, тағдырым қайда тыстағы, түндерді құшып сезімге сенсіз жанбадым, алдады арман, алдады бірақ нанбадым, жібермей арым ағытпай көйлек түймесін, сері боп шыққан серуенге де қанбадым, ұйқыға кетем, естіден ессіз күй алып, келгенде жаным көйлегін көркем сый алып, қауышқан сәтте тіліміз тіске байланып, күніміз өтер ұялып, самғашы құсым құлақта қалсын ес күнің, сағынып өтсе, шағынып өтсе бес күнің, азанда қазан мазасын алып құлақтың, кешікпей жетсін елткен мені кеш күнің, сен аңсап жатып, түнге дейініп шыдайдан, көкейді көктеп, іздеумен сені жодайдан, қосушы еді теңіне теңін бұл тағдыр, сүймей кеткен ай сұраған жаным құдайдан, тұмарым едің аяулы жырға тағылған, қанатым едің қайрылмай кеткен қағылған, соғылып тасқа шынап кеткен әйнектей, тағдырым қайда шағылған. Рахмет, азамат екенсің, өнерің өрлей берсін. Мойымай, жасымай, жарқылдап жүрген сен көп жігітке үлгісің, нағыз ер азаматсың. Жыр қағанына қатысты жылды мен айттым бағана сөзімнің басында. Жұматайдың туындыларының жалпы шығармашылығының академиялық жинағы әлі жасалған жоқ. Біз сол жинақпен аяқтауымыз керек осы жылды. Екінші дүние, Шерубай ағамыз, тілтанушы ғаламат ғалым бар ғой, академик ағамыз, сол Шерубай ағамыз Мұқағали шығармашылығының тіліне қатысты сөздік қалыптастырды.
Биыл тілші ғалымдар осы былтыр күзден бастап Жұматай шығармашылығының тілін зерттеп жатыр. Егер үлгерсек биыл, үлгермесек келесі жылы Жұматай сөздігі болады. Жұматай тануға бұл үлкен баспалдақ болады, үлкен жол болады. Үшінші, Жұматайдың замандастарының, Жұматай танушылардың, Жұматайды зерттеушілердің бүкіл еңбектерін 2 томдыққа жинақтауды бастадық, және ол биылғы жылдың қорытындысы болады. Соны сіздерге жеткізгім келген. Айтамын жанның басқанын, дедім де үміт жоқ енді. Ыза боп отқа тастадым, өзіңе жазған өлеңді. Қағазды баурап алды да, қағазды баурап алды да, шалың кеп шеттен қармадым. Қалғаны түгел жанды да, бесәріп бар тұсы жанбады. Олайла мұңсызбын демеспін, қайғырса қанатсыз емес кім, бірақ та жынданып кететін. Мен саған мәжнүн емеспін, олайла мұңсызбын демеспін, қайғырса қанатсыз емес кім, бірақ та жынданып кететін. Мен саған мәжнүн емеспін. Сарғыштаудақ бар бетінде, сол үшін өртпен дүрдараз. Ошақтың қалдау шетінде, Ләйла деп қойтай бір қағаз. Жұлып кеп алдым ойланбай, аз болар бұл сәт ойдатым. Жүректен өшпей қойғандай, отқа да жанбай қойдатым. Олайла мұңсызбын демеспін, қайғырса қанатсыз емес кім, бірақ та жынданып кететін. Мен саған мәжнүн емеспін, олайла мұңсызбын демеспін, қайғырса қанатсыз емес кім, бірақ та жынданып кететін. Мен саған мәжнүн емеспін. Жұматайдың жыр ғұмырын 80 жылдық мерейтойын бастап берген Ілияс атамыздың осы қасиетті шаңырағына
алғыс. Жастар, біліңіздер, оқыңыздар, іздеңіздер. Өйткені Жұматай сізбен бізге керек. Бүгінгі кешімізді, бүгінгі осындай әсерлі сәтімізді бөлісуге арнайы келген ереке ағаларымыздың ақ тілегі, ақ батасы қабыл болсын. Шынымен де 80 жылдық тойда жаңа өзіңіз айтқан рухани қазынамен Жұматайдың әлемі өзінің қазағымен қауыша берсін. Баршаңызға көп-көп рахмет. Аман сау болыңыздар.